Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Қашықтықтан оқыту аясында бейнероликтерді түсіру мәселесі артып отыр. Сондықтан бүгінгі таныстырылымның тақырыбы қашықтықтан оқытуда бейне сабақтарды сапалы түсіру жолдарын үйрету. Бейне сабақтарды түсіруге жалпы талаптар. Сыртқы келбетіңізге назар аударыңыз. Артық бөлшектерсіз іскерлік костюмды таңдаңыз. Бейнероликтер ұзақтығы 10-15 минуттан аспауы тиіс. Түсіру барысында камераға тікелей қарау қажет. Камераның алдында мәтінді қағаз көшірмесін оқу керек емес. Еркін, шынайы, эмоционалды сөйлеуге тырысыңыз. Дауысыңыз анық, жоғары, дұрыс шығып тұрғанына көңіл бөліңіз. Жарықтандыру. Түсіру объектісін жарық бетіне орналастырыңыз. Кадрдан артық шуды жойыңыз. Тербеліс болмау үшін камераны бекітіңіз. Артық қимыл жасамаңыз. Өзіңізге сенімді болыңыз. Бейнероликтерді түсіру үшін программалық құралдар қажет. Бүгін мен сіздерге екі бағдарламалық құралды ұсынғым келеді. Біріншісі ол Zoom платформасы, екіншісі Fast & Capture бағдарламасы. Бірінші Zoom. Zoom платформасын тегін компьютерге жүктеп, оны орнатып, войти в конференцию батырмасын басу қажет. Google аккаунтыңызды қолданып, Zoom бағдарламасында өзіңіздің аккаунтыңызды құрасыз. Және новая конференция деген батырманы бастап, жаңа конференцияны бастайсыз. Енді осы Zoom платформасының көмегімен бейнероликті қалай түсіруге болады? Жаңа конференцияны бастаған кезде жоғарғы жақта запись дегенді басып, біздің өткізген сабағымызды жазуға болады. Сонымен қатар, осы сабақты тоқтатуға паузаға қойып, немесе стоп батырмасымен тоқтатуға болады. Екінші түрі. Бейнероликті жазу үшін еще деген батырманы басып, записать на этот компьютер деген батырманы қолдануға болады. Сіздің сабағыңыз толық бейнероликке түсіріледі. Zoom бейнеролигінің ерекшелігі. Назар аударсаңыздар, суретте көрсетілгендей, жоғарғы оң жақта мұғалімнің бейнесі жүріп отырады. Ал негізгі экранда сіз бейнематериал, тұсаукесер көрсете аласыз. Екінші бағдарлама Fast & Capture бағдарламасы. Fast & Capture бағдарламасын интернеттен тегін жүктеуге болады. Тегін жүктегеннен кейін сіздерге жай ғана осындай кішігірім жолақ ашылады. Осы жолақта захват экрана, запись экраны және варианты вывода деген батырмалар бар. Захват экраны тік төртбұрыш немесе толық экранды түсіруге болады. Запись экраны деген ол экранды жазуға кіріседі. Fast & Capture бейнеролигінің ерекшелігі. Назар аударып отырсаңыздар, тек қана толық экран жазылады. Мұғалімнің дауысы ғана естіледі. Бейнесі көрінбейді. Осы екі бағдарламалық құралмен түсірілген менің бейнематериалдарымды YouTube каналымда келесі сілтеме бойынша көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет.